Қысқасы мен қазір сіздерге ұтыс жайлы өтірік әңгіме айтамын, ал сіздер маған сеніп, ақшаларыңыздан айырыласыздар. Лудомания немесе ойынқұмарлық ол әлеуметтік психологиялық тәуелділіктің бір түрі. Лудомания басқа да тәуелділіктер секілді айналаны қабылдауды өзгертіп, адамды өз иллюзиясының тұтқыны етеді. Бұл қоғам дертінің статистикалық көрсеткіштері де мәз емес. Еліміздің тұрғындарының 6% бұл ауруға шалдыққан. Бұл тәуелділіктің құрбандары өздерінің қоғамдағы рөлін шектеп, ешкіммен тіл табыспайды. Басындағы ұтысқа тігілген кішкентай қаражат кейін өмір сүруге қажетті заттарды сатып ала алмауға дейін апарады. Ұрлық, қарыздану, кредитке батудың басы да осы тәуелділіктен басталады. Кез келген тәуелділік секілді лудоманияда әртүрлі ауруларға алып келеді. Адам өзіне және айналасындағы адамдарға қауіп төндіре бастайды. Мәселе сіз ойлағаннан да жақын. Сапалы болашақ, саналы ұрпақпен құрайық.